Это документ уведомления. Это не документ, это не трудовой договор. Это не должностная инструкция. Пожалуйста, вы зачем вот этот скандал устраиваете? Я же вам не сказала собирать 100-ю форму или 300-ю форму или какие-то что-то для налога. Юлия Владимировна, или вы прекратите вот этот наезд на меня, я сейчас вызываю полицию. Вы прекратите. Настя, дверь не закрывайте, пожалуйста. Настя, вы меня слышите? Бұл 20-шы жылы басталған дау. Бұл кісілер сол кезде маған қысым көрсетіп жүрген кісілер. Мы это все первичная бухгалтерия. И мы предлагаем, вот сегодня у нас завалил бухгалтер. Жеті есепші отырмыз. Жалғыз мен қазақ, менің зарплатам 2 есе төмен. Қалған бәрін 2 есе жоғары. Бәрі 470 мың алады. Она написала в своем заявлении в прошлый раз о восстановлении нормы. Бұл не құжат? Бұл менікі емес. Мен қазақ тілінде ғана жаздым. Олар өздерінше аударып, өздерінше қосып жазып. Менің арзым екен қолым тұрма ана жерде. Көрдіңіз бе, олар сізге бәрін таза оқыта береді. Сіз мен қол, менікі дейді. Демек, мен басқа тілдерді білсем, мен өз мемлекеттік тілімде, қазақ тілінде сөйлегенім ол не? Да, он является государственным. Это частная компания. И частная компания не обязана вести на государственном языке. За это нету штрафов. Да, нам рекомендовано вести. Но это не государственная компания. Если бы я работала в государственной компании, мы бы были обязаны вести на 2 языках. А так у нас нет, у нас русский язык. А так у нас нет, у нас русский язык. А так у нас нет, у нас русский язык. Демек, мен басқа тілдерді білсем, мен өз мемлекеттік тілімде, қазақ тілінде сөйлегенім ол не? Да, он является государственным. Это частная компания. И частная компания не обязана вести на государственном языке. За это нету штрафов. Да, нам рекомендовано вести. Но это не государственная компания. Если бы я работала в государственной компании, мы бы были обязаны вести на 2 языках. А так у нас нет, у нас русский язык. Да, это неправильно возможно. Но за это нет наказания, за это нет штрафов. Поэтому вы не следуете законам. Поскольку нету штрафов, да? Нет, мы следуем законам, но это частная компания. Это частная компания. Частная мемлекеттікте бөлінбейді. Настя, дверь не закрывайте, пожалуйста. Настя, вы меня слышите? Я сейчас взяла ключ. Дверь закрывайте, пожалуйста. Сәлеметсің? Бәрін түсіндіріп бердің бе? Жағдайдың бәрін? Мен осы жақында міне соттың шешімі бойынша жұмысқа қайтарылдым. Міне осы Жетісу ауданының соты бойынша жұмысқа қайтарылдым. Иә, осы сәуірде. Ақшаны да сізге берді ме? Ақшаны? Иә, бұл маған деген не ғой? Заработная платасы. Иә, маған осы уақытта төлеп берді, бұның бәрі төленді. Енді мен жұмысқа кірістім. Баран өлшеп бердіңіз бе? Иә, мына соттың айтуы бойынша бәрі төленді негізі. Қандай сізді претензия? Енді қараңыз, мен қазір жұмысқа қайтадан қабылдандым, жұмыс істеп отырмын. Енді маған күн көріс жоқ қайттан. Мен сізге мына жерде мен жинап бердім, бүкіл қағаз, күнделікті маған шағым жазылады. Күнде шағым, жұмыс істеу мүмкіндік жоқ. Күнде келіп, мен сізге қазір бейне жазбаны жіберейін. Копия ма? Копия жасап берейін. Мынаны бәрін ала беріңіз. Мына жерде керек болса. Трудовой договор сізде? Бар. Оның несін? Бұл жерде осында бәрі бар. Жаңа еңбек шарты да бар, бәрі де бар. Көрсеңіз. Енді қараңыз. Мен жұмысқа қайтарылдым, иә? Жұмысқа қайтарылдым. Маған сен істейтін жұмыс жоқ, басқа жұмыс істейсің деп, маған хабарландыру, уведомление дейді ғой. Хабарландыру берді. Осындай жұмыстарды істейсің деп. Ол жай ғана хабарлама. Ол біздің еңбек шарт бойынша, ол құжат емес. Еңбек шарт бойынша құжат, ол еңбек шарты. Біз жұмысқа кірер кезде біз еңбек шарт. Увольнение ме или другой должность? Бізге басқа, мысалы,
функциональный обязанности дейді ғой, басқа қызметтерді атқарасыз осы бухгалтерияның ішінде. Алдында мен басқа қызметтер атқарып отырдым ғой. Қазір енді басқа қызметтер атқарасыз деп маған хабарлама беріп отыр. Ол жай ғана хабарлама. Жарайды деп мен келістім. Ары қарай келесі мысалы. Ары қарай деген демек менің жұмыстарым қызметі өзгергендіктен менің ана должностная инструкция дейді ғой, лауазымдық түпнұсқау, ол да өзгереді. Дұрыс емес па? Біздің еңбек, мысалы еңбек деген заңымыз бар ғой, иә? Еңбекке қатысты заң бар, иә? Соны бәрі сақталу керек қой. Ол сақталмаса ол не үшін? Енді менің міндеттерім өзгергендіктен енді менің жаңағы еңбек шартым өзгереді, дұрыс па? Жалақым өзгеру керек, дұрыс емес па? Ары қарай менің жаңағы лауазымдық міндеттерім өзгереді. Оның бәрі деген ресми түрде құжатталмай ма? Ол құжатталмайды. Мен бұл кісілерден сұраймын. Менің осы еңбек не бойынша, заң бойынша осы құжаттар неге рәсімделмей жатыр десем, бұлар маған осылай сонда менен жұмыс істеуімді талап етеді жаңа міндетім бойынша. Бірақ құжаттар рәсімдеуге қарсылық білдіріп отыр. Түсінесіз ба? Кейін 10 күннен кейін 10 күн деген қырылып жүріп, әрең дегенде беріп отыр маған қолыма. Бұл 20-шы жылы басталған дау. Бұл кісілер сол кезден маған қысым көрсетіп жүрген кісілер. Тып-тыныш қызметімді істеп отырған жай ғана қарапайым қызметкермін мен. Білмеймін, нем жақпады менің. Көзім жақпады ма бұларға? Нем жақпады? Ұлтым жақпады ма? Нем жақпады бұларға? Вы 3 раза судились, за 3 раза проигрывали дело. Нет, там 3 раза суд доказывает, что я была незаконно уволена и были нарушены мои права. У нас есть Сколько раз вообще судились? Нет, ну это сейчас же не важно. Сейчас важно то, что человека восстановили на работу, а человек отказывается от другой работы. Сейчас вы просто хотите новую должность, да? Нет, Другую работу. Новые обязанности, другие обязанности. Другие обязанности, потому что этих функциональных Неге рәсімделмеді деп сұрапшы? Эти обязанности сейчас... разные обязанности. Конечно. Нет, ну конечно разные. Есть начисление зарплаты, есть приход товара, есть реализация товара. Вот реализация товара у нас сейчас нет бухгалтерии, потому что ее делают менеджера А вы какую сами. хотите? Дайте ей должность. У нас свободной должности бухгалтера нет. Но мы дополнительно, на нас состояло соглашение, где мы прописываем, если вдруг бухгалтер болеет или в отпуске, Алия ему может замещать. Ну, если суд постановил, нам же надо человеку дать работу, она же должна человеку заниматься. Никаких там что-то из экономического или высшей бухгалтерии мы не даем. Это все первичная бухгалтерия. И мы предлагаем, вот сегодня у нас заболел бухгалтер, надо срочно сделать документы. Я человеку предложила, она устроила скандал, вызвалась. Поэтому Никто же не заставляет там годовой отчет Да, или отчет писать. по НДС делать. Да. И еще это что-то. все то, что предлагается, все Қазір первичная адвокаттар бухгалтерия. дайындап жатыр осы мәселе бойынша. Бүгін ертең жібереді. Маған керек емес па? А? Кәсіпке керек па? Сіз Мен өзі қысқаша керек түрде жазып берейін, иә? болса- Иә, жақсы. Қысқаша түрде жазып берейін. Объясните заявление, что вы пишете. Да? Я же вас не вызывала. Видите, в общем же, на вашу компанию же пишет. Вот смотрите. Представитель может написать. Вот смотрите, Да, кто мы ей готовили уведомление, и вот здесь прописаны ее обязанности, которые она должна будет выполнять. Она с этим согласилась и написала, что да, она это будет выполнять. То есть, когда мы это оформили в должностную инструкцию, она отказалась это подписать. Сегодня мы принесли, вот СНТ ей надо было сделать. То есть, человек категорически отказывается это делать. Но при этом она хочет, чтобы ей повысили заработную плату. Сейчас у нее 193 тысячи. Она считает, что это мало за ничего делать. Вот, она хочет иметь большую заработную плату, но при этом она отказывается абсолютно от всего. Ну, то есть, человек согласился с тем, что она это будет делать. Мен айтсам бола ма? Енді бұл жұмысты атқару үшін маған міндеттеліп отыр ғой, жаңа міндеттер, жаңа жұмыстар. Бұны атқару үшін бірінші құжаттар рәсімделмей ма? Маған еңбек ақым, жалақым қойылмай ма?
сонда мен білмей ертең бұл үшін не қандай жалақы алатынымды көзім жұмып ешқандай мені қорғайтын рәсімдейтін ешқандай құжатсыз көзім жұмып жұмыс істей беруім керек па? Сонда ол маған жұмыс істе деп отыр. А жұмыс істеу үшін қайда менің құқығымды қорғайтын еңбек шартым қайда қол қойылған? Лауазымдық неге қол қойылған жоқ? Бұл қалай менен жұмыста істеуімді талап етеді? Сонда мен көзім жұмып білмеймін ба не жалақы алатынымды білмей ешқандай еңбек шартсыз жұмыс істей беруім керек па? Сонда мына кісінің талап етіп отырғанын көріп тұрсыз ба? Жұмыс істе дейді маған. Ал неге рәсімделмейді құжат? Неге бұлар қарсылық білдіріп отыр? Сіз білесіз бе, трудовой инспекция бар. Иә. Ол кісілерге жібердік, олар келеді. Оларға уголовно либо административно. Сіз арызбен азаматтық сотқа барасыз. Жоқ, біз бұл арызбен бұл жайған бұл не бойынша еңбек азаматтық сот не емес. Біз енді не қылмыстық не көтерейін деп отырмыз. Өйткені қараңыз, маған кемсітулер көрсетіліп отыр. Сізге қазір нені күштатканын көрсетейін. Біз мына жерде 7 есепші отырмыз. Жалғыз мен қазақ, менің зарплатам 2 есе төмен. Қалған бәрін 2 есе жоғары. Бәрі 470 мың алады. Мен жалғыз есепші бөлімінде жалғыз қазақпын. И менің ең төменгі жалақы менде бухгалтерия бөлімінде. Написано не так. Написано не так. Да, про бухгалтерию там ни слова не написано. Там написано в общем про торговый дизайн. Вот посмотрите, что она написала в своем заявлении в прошлый раз о восстановлении работы. Сізге көшірме жасайтын сіз асықпай оқыңыз. Вопросы, кто вообще вот роль вносит. Сіз де менімен ұрысуға келдіңіз ба? Причем адвокату пришлось извиняться перед судьей вот за то, что Жоқ, это было написано. Не ғой? Қауіпсіздік бөлімі. По получению решения согласия комиссионного виновного совершения именно в день нападения в России на Украину обстоятельства судебного компании смысл следующий показатель требуется посмотрится Бұл не құжат? Бұл Заявление. Ол менікі емес. Мен қазақ тілінде ғана жазам. Олар өздерінше аударып, өздерінше қосып жазам. Мен тек мемлекеттік тілде жазам. Как-то вам суд, да? Это заявление ее в суд. Переводом просто. Нет, они писали на русском языке. На суд был на русском языке. Қай кездегі? Үш сот болды ғой, қайсысын айтады? Сізде постановление орысша. Сізде қазақша бар ма? Соңғысы, мынау сот. Үш суд сізде орысша. Иә, соңғы сот мынау ғой. Жоқ, ол орысша Жоқ, тоже. соңғысы 20. Анау соттың несі ма? Сізде Постановления сотта все были переводчик на болды? русском суде, Бұл суд тоже на орысша. русском языке. Заявление они писали на русском. Сізде адвокат қандай тілмен? Жоқ, соттардың бәрі орыс тілінде жүрді ғой. Жоқ, ана жерде менің арызым екен қолым тұр ма ана жерде? Көрдіңіз бе? Ол сізге бәрін қазір оқыта береді. Сіз менікі дейді. Мен арыз жазасыз ба? Жазайын әрине. Жақта жазасыз. Ана өз орнында жазайын. У меня только складывается, что это статья 174 разжигание национальной розыны. И мы, наверное, будем подавать Вот на казахском языке заявление. Өтесе. Негізі зардап шегіп отқан мен ғой, бұлар емес. Бұлар мені кемсітіп отыр. Мен бұларды кемсітіп отқан жоқпын. Ол граждан Қазақстан тоже ғой? Иә. Бұл здесь Жоқ, бізде қазір. угрожать вы Жоқ, доказательства. я могу говорить, или я не могу говорить. Только вы можете говорить. Заявление вы Или я не можете смею написать. Если говорить. Они тоже хотят, они могут тоже мне заявление написать. Жоқ, жаза берсін, мен қарсы емеспін ғой. Бірақ бұларды мен кемсітіп не істеп жатырмын? Фамилия, отчество сіздің, туған жылыңыз, образование сіздің, білімі, отбасы жағдай, место проживания сіздің, номер телефона, номер удостоверения, қанша берген сізге, иін, сіздің фамилияны салыңыз.